Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайдина Мухаммад Мустафа ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлул уqдатам мин лисани яфқаху қаули. Аллахумма ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Сумма ма баъд. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Құрметті бауырлар, Алла субхана ва тағала жамаатпен оқыған құптан намазымызды, ниеттерімізді қабыл етсін иншалла. Алла субхана ва тағала алыстан жақыннан келген баршаларымыздың қадамдарымызды хасанат сауаптардан жазған болсын. Пайғамбар алейхиссалам дұға қылғандай, осы отырысымызды берекелді, хайырлы білім ордасынан болған мәжіліс отырысынан болып нәсіп етсін. Баршамыз пайдалы білім алып, алған білімімізге амал жасауымызды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін деп Алладан сұраймыз иншалла. Құрметті бауырлар, еліміз тыныш, жұртымыз аман. Осындай бір тәуелсіз мемлекетімізде Алла субхана ва тағаланың жер әлеміндегі жақсы көретін мешітінде осындай бір Алланы ұлықтау дәрісінде отырмыз. Осы мүмкіншілік жасап берген Аллаға мақтаулар болсын. Адамзаттың асыл тажы сүйікті пайғамбар алейхиссаламға салауаттар болсын. Және осы мешітіміздің бас имамы Оразы Қажекеңе, жанындағы көмекші бауырларымызға баршасына Алла нұры жаусын. Біздер мен сіздерге осындай кездесуге ұйымдастырып, осындай бір жағдай жасағандарына иншалла. Құрметті момындар, біздің сөйлеп жатқан тіліміз әлемдік тіл болмаса да, ұстанып келе жатқан дініміз ол әлемдік дін. Және Алла субхана ва тағаланың алдында шынайы қабыл болатын дінде келе жатырмыз. Қандай дін ол? Ислам дін. Біз кім деп айтады біздерді? Мұсылман деп айтады. Мұсылманның түбірі исламда тұр. Мұсылманның. Аллаға шүкір тәуба бауырлар. Біз тәуелсіз алғанымызға 25 жыл болғанымен, бірақ мұсылман болып келе жатқанымызға 25 жыл болған жоқ. Қанша уақыт болды? 13 ғасырдан астам уақыт өтті. Біз қазақ даласында Алла Тағаланы бір Алла жалғыз пайғамбар хақ деп келе жатқанымызға 13 ғасырдан астам уақыт өтті. Аллаға шүкір. Бауырлар, біздің ата-бабаларымызда альхамдулилlah осы Алланың хақ дінін мойындаған. Біз Алладан сұраймыз, біздің кейінгі ұрпақтарымызды осыны иншалла жалғастыруды Алладан біз сұраймыз. Алла Тағала елбасымызға күш қуат берсін, иншалла Алла өмірін ұзақ етсін. Біз мәңгі ел боламыз деп біздің жолымызды айқындап берді. Мәңгі ел болу үшін, міне бауырлар, осылай сабаққа, дәріске, Алланың хақ дініне барынша көңіл бөліп, осы білімдерді алуға тырысайық. Өйткені біздің алып келатқан, ұстанып келатқан дініміз кеше ғана біреудің ойлап тапқан дінде жүрген жоқпыз. Жақында ғана біреу бір ойлап, бір жаңалық тауып, соны дін қылып шығарып жатқан адамдар бар қоғамда. Не бір сектанттар бөлініп шықты қазір Алла сақтасын да. Біздің дініміз ондай дін емес. Біз хақ Алланың алдындағы инна дини индаллахил ислам дейді. Алла субхана тағала айтады, біліп қойыңдар, расында шынымен, сөзсіз Алланың алдындағы қабыл болатын дін ол біреу-ақ. Қандай дін деді? Ол ислам дін деді. Кім ислам дінінде болады? Ол адам Алланың иншалла екі күннен бақытына жететін бақытты адам. Бауырлар, кейде бақыт деген кезде көп адамдар әртүрлі соған анықтама береді. Бақыт дегенді қалай түсінесің десе, бойдақтар қызды айтып жатыр, Ой, әдемі сонда бір бой жеткен, бойы ұзын, 2 метр қызың болса, оны не істейсің 2 метр оған? Немесе біреу үйленіп қойған, енді баспананы таба алмай жатыр. Уақытша ғой негізі бәрінде. Бәріміз студент болдық, үйленгеннен кейін де ешкімге бірден үй болып қалмайды. Уақытша барлық нәрсе. Жалпы өмірдің өзі уақытша, бірақ Алла субхана ва тағала нәсіп еткен кезде бәрі бола береді екен. Сол үй жоқтардың бақыты не болар үшін? Үй алу. Бір жер алып үй соқсам шіркін-ай. Немесе бір бөлмелі осы да үй алсам дейді. Бір бөлме алғандар енді жер алып үй соққысы келіп жатыр Қаскелеңде. Қаскелеңде бір бөлме үй соққандар енді анау Көктөбеге бар үй соққылар келіп жатыр. Қаны шіркін, анау таудың бір жеріне үйің болса ғой дейді ана жерде. Балконнан тауға қарап қойсаң керемет бақыт қой деп қояды. Бауырлар, оның бәрі жай нәрсе, оның бәрі бақыт емес ол. Әрине Алланың берген нығметтері ғой, әрине неге болмасқа. Мүмкіншілігіңіз болма, істеңіз иншалла. Алыңыз, соғыңыз, пайдаланыңыз иншалла. Біреуге көмектесіңіз. Бірақ негізінде түп негізіне келген кезде бақыт деп ол айтылмайды. Біздің ең үлкен бақытымыз бұл дін ислам бауырлар. Алла субхана ва тағаланың разы болған дінде жүру ол ең бақытты адам, сол адам негізінде. Ең бақытты адам сол дейді дінімізде. Бауырлар, біз үлкен бақытты халықпыз, альхамдулилля. Жаңа айтқандай, Құдай Тағала бізге жерімізге де бере салған, астында үстінде байлық қып бере салған, бірақ ең теңдесі жоқ үлкен байлық иман байлығы. Аллаға шүкір тәуба, бізге Алла субхана ва тағала ең үлкен байлықты бізге беріп қойған. Иман байлығы бар жүрегімізде. Енді қазір күнде
қарап отырсақ, сол біздің дінімізбен терезесі тең ретінде кейбір дінсымақтар шықты. Басқа дін өкілдері бізбен теңескілері келіп, дін өкілдері пайда болды. Әрине, бізде олардың өздері дін деп соны айтып жатқаннан кейін, біз олар дін деп қабылдамағанымызбен, бірақ олардың көңілдерін құрметтейміз. Оларды адамның баласы ретінде құрметтейміз, оларға. Пайғамбар алейхиссалам да олардың дінін сөккен жоқ. Өйткені Құранда аят бар. Сендер олардың дінін сөкпеңдер. Сендер олардың дінін сөксеңдер, олар сендердің құдайларың Алланы сөгеді дейді. Құранда аят бар сондай мағынада. Бірақ бауырлар, біз біліп жүрміз керек, сондай бір қайталанбайтын, ешқандай ескіріп қалып қоймайтын, сондай бір қияметке шейін жалғасатын хақиқат дінде келе жатырмыз. Біздің хақиқат осы дін исламымызда басқа діндерден ерекшеліктеріміз бар. Енді ғұламалар оны тізіп тұрып жазыпты мына жерде. Оның санын жалпы Алла субханала ва тағала басқа діндерден ерекшеліктерін бізге белгілеп оны 45-ке жеткізіп беріпті. 45 ерекшелігіміз бар екен басқа діндерден. Және оның артында 30-ға жуық біздің оларды қайталанбайтын, бізде қайтаратын мәселелер бар екен. Мысалы, Алла бізді зинадан қайтарды, арақтан қайтарды, ата-анаңа сөз қайтарудан қайтарды, көп қой. Осылай оның санын нешеге жеткізіпті? 30-ға жеткізіпті. Ал біздің олардан мақтанып, аузымызды толтырып айтатын мәселені 45-ке жеткізіпті. Жалпы мәселелер әрине. Олардың әрбір мәселесінің өзін жаңағыдай тәпіштеп жазатын болса, оның өзі тағы нешеге бөлініп кете береді. Соны жалпы айтатын болсақ, енді уақытымыз келгенше бірнешеуін айтуға тырысайық. Бүгін бәрін оны өтеміз деп айта алмаймын. Мүмкін болашақта жалғастыратын шығармыз иншалла. Бір сәт келіп тұрған кезде иншалла. Біріншісі, біздің олардан айрықшылық, біздің дініміздің ерекшелігі аннаху жаа мин индиллахи валлаху азза ва жалла а'лам бима юслиху ибадаху. Бірінші біздің ерекшелігіміз, біздің дініміз жаа мин индиллах. Бұл Алла тарапынан түскен дін. Біздің дініміз. Ал сиырға табынып жатқандардың діні ше? Алла тарапынан түскен дінде жүрген жоқ олар. Біреулер Құдайдың баласы бар деп жатыр, христиандар мысалға. Еврейлер Узайр Алланың баласы деп жатыр. Ондай Алладан түскен дін емес олар. Алла Тағала ешқашан өйтіп айтқан емес. Не Инжилде, не Забурда, не Тауратта, не Құранда. Сол Алла Тағала тарапынан түскен сол 4 кітапта да Алла Тағала өзіне сиыр қоспауға шақырған. Алла жалғыз деп айтыңдар оларға. Алланың теңдесі жоқ деп айтыңдар деп, ақидамыз бір, Аллаға шүкір. Шариғат әртүрлі болғанымен ақида бір. Мұса алейхиссаламның қауымы, оған иман келтірген мұсылман бауырларымыз, біз секілді осындай намаз оқылмаса да, бірақ олар сол Алла Тағала оларға жүктелінген шариғатпен оларда құлшылық жасаған. Оларға сол нәрсе ғана жүктелінді, олар сонымен айналысты. Бірақ Аллаға шүкір тәуба бауырлар, біздің көп алдыңғы қауымдарға қарағанда көп біздің Алланың алдында көп мәртебеміз бар. Сол мәртебеміздің бірі намазымыз бауырлар. Өйткені Алла субханала ва тағала періштелерге осы намазды үйреткен еді. Оны Расул бізге айтты. Сондай періштелерді көрдім, жаратылғаннан бері қиямда тұрғандарын көрдім деді. Қиям деген тік тұрып намаз оқып тұрғандарын. Бір екінші періштені көрдім, жанында рукуқта тұр дейді. Біреуін көрдім, сәждеде жатыр деді. Бұлар қиямет кешінде осындай көріністе намаз оқиды деді. Және ертең қиямет қиын болған кезде олардың айтқан жауабын қара. Я Раббым, біз саған лайықты түрде құлшылық жасай алмадық, бізді кешір деп жалбарынады деді. Қараңыз. Бірақ біздің 2 ракат оқыған намазымыз олардан асып кетеді деді. Өйткені олар Алланы көріп тұрып намаз оқып тұр деді. Ал біздер ғайыпқа иман келтіріп намаз оқып тұрмыз. Алла субханала ва тағала иман келтірдік біздер. Оның пайғамбарына иман келтірдік. Періштелеріне, кітаптарына, яғни иманның сол 7 шартына біз иман келтірдік. Сол себепті біздің ғайыпқа иман келтірген 2 ракат нәфіл намазыңыз сіздің деді. Олардың өмір бойы оқыған намаздарына арсып кетті деді сауабы. Өйткені олар көріп тұр, құлшылық қылып тұр Алла Тағаладан. Ал біздер Алла субханала ва тағаланы көргеніміз жоқ. Біз иншалла Алланың дидарын қашан көреміз? Жәннатта көреміз иншалла. Бауырлар, бірінші айырмашылығымыз, ерекшелігіміз осы жерде екен. Біздің дініміз не? Алла тарапынан түскен дінді келе жатырмыз. Ол біреудің жазып кеткен бір діні емес бұл. Бір қақтығыс болып, оның артында бір бітімге келіп, қой, осы нәрсені дінге ала салайық өзіміз деген бір тарих емес бұл ше. Бұл Алла Тағала тарапынан түскен хақиқат дінде келе жатырмыз. Және бұл дін шейх айтып жатыр, а'ламу бима юслиху ибадаху. Және Алла Тағала сондай дін қылып түсірді бізге. Өйткені біздің пайдамызға шешілген дін еді бұл дейді. Пендеге не нәрсенің керек екендігін Алла ғана біледі дейді. Алла ғана бізге
не нәрсенің керек екендігін және не нәрсенің қажет емес екенін Алла біледі. Біз дуа қылып сұраймыз Алладан. Кейде сұрағаныңыз болмай қалса ренжімеңіз дейді. Өйткені ол сізге берілсе сізді Құдай ұрады. Сіз сол арқылы сабаққа келмей қоясыз, сол беріліп қалса намазға келмей қоясыз, адам танымай кетесіз, сәлем бермей қоясыз имамға, басқа. Ол нәрсе сізді құрдым қалып барады. Сол үшін сізге берілмей жатыр ол. Ренжімеңіз оған. Бірақ есесіне қияметте еселеп сауап жиналып жатыр, есесіне оған. Өйткені Пайғамбар айтқан, пенде Алладан екі қолын жайып сұраған кезде Алла пенденің қолын құр қайтардан ұялады деп айтқан. Мүлік сүресінің 14-ші аятында «Әла я'ламу ман халақа ва хуа латифул хабир». Сендер не? Сендерді жоқтан бар қылып жаратқан Раббыларың сендер жайында ешнәрсе білмейді деп ойлайсыңдар ма деді. Яғни сен нәрсенің жүрегіңе не ойлап тұрғаныңды, саған не қажет болып тұрғанын Алла білмейді деп ойлап қалмаңдар деп жатыр. Біледі Алла бәрін. Сіздің жүрегіңізге не нәрсе қажет болып тұрғанын Алла Субхана тағала біліп тұр. Сол үшін бауырлар, біздің бірінші ерекшелігіміз не екен? Басқа діндерден Алла тарапынан түскен. Осыны қатты аузыңызды ашқанша айтуға хақыңыз бар. Бауырым, дұрыс. Сіздің еліңізде адам ретінде, сіздердің еліңізде жаман сөз айтпаймын, әдепсіздік қылмаймын. Бірақ менің дінім Алла тарапынан түскен дінде келе жатырмын деген кезде олардың ауздарына құм құйылады. Өйткені қазіргі мына Библия деп жатқандардың өзі бұл Иса алейхиссаламға түскен Библия емес. Қазір Библия төртеуге көбейіп кетті. Қияметке шейін Алла біледі, тағы неше Библия шығады. Библия біреу негізінде. Ал ғұламалар айтып жатыр, қазіргі Библия бұл Иса алейхиссаламға түскен Библия емес. Оригинал түпнұсқа ол жоқ. Оны олар бұзып тастап, өздері қолмен жасанды сөздерді жазып, өздеріне қазір Құдайдан түскен кітап қылып алды бұлар. Бірақ ол не? Біреу болу керек еді. Ол төртеуге көбейіп кетті. Төртеуі де бір-біріне қарсы шығып жатыр. Сол үшін ғұламалар айтады, алдыңғы кітаптарды Алла Тағала олар сақтаймын деп айтпаған. Бірақ Құран кәрімді сақтаймын деген Құранда аят бар. Инна нахну наззалнаху инна лаху лахафизун. Біз Құранды түсірдік, біз оны сақтаймыз дейді Алла Тағала Құран кәрімде. Бауырлар, міне Аллаға шүкір, не? Біз сондай Алла тарапынан түскен ақиқат дінде келе жатырмыз. Екіншісі ерекшелігіміз аннаху юбаййину бидаятил инсан ва нихаятихи вал гайату аллати хулиқа мин ажлиха. Және екінші ерекшелігіміз басқа діндерден. Бізді Алла Субхана ва Тағала, осы дініміз біздің басымызды, яғни алғашқы кезімізді баяндап береді, және біздің соңымызды баяндап береді, және не үшін жаратылғанымызды баяндап береді дейді. Ол мына философтардың тапқан сұрағының жауабы осы жерде тұр. Мынандай сұрақты қойды ғой философтар. Қайдан келдім, не үшін келдім, қайда барам? Соған олар өздерінің ақылға сүйеніп, не бір философиялық жауаптар айтты олар. Бірақ бәрібір де адам қанағаттанатын жауап айта алмады. Ал оның жауабын біздің дініміз қана айтады. Не үшін келгеніңді, қайдан келгеніңді, не үшін келгеніңді, қайда баратыныңды. Біздің дініміз ғана осыны баяндап береді. Басқа сиырға табынып жүрген адамдардың дінінен барып сұрап көрсеңіз болады. Өз неден басталғанбыз біз, қалай келгенбіз дінге, жалпы әлемге, не үшін келдік, және қайда барамыз деп айтсаңыз, олар не істей алмайды, жауап бере алмайды. Оны біздің шариғатымыз ғана жауап береді. Біздің шариғатымыз жауап береді. Алла Субхана Құран кәрімде деді: "Инна я юханнасу иттақу раббакум аллази халақакум мин нафси вахида." Ей адамдар, сендер бір адамнан жаратылдыңдар, сол сендерді бір адамнан жаратқан Раббыларыңнан қорқыңдар деді. Ва халақа минха заужаха, және сол Адам алейхиссаламды Алла топырақтан жаратты, және ол адамнан оның әйелін жаратты деді. Яғни сол қабырғасынан. Ва басса минхум риджалан касира ва нисаа, және сол бір әйел бір еркектен көптеген еркектер, көптеген әйелдер сендер содан таралдыңдар дейді Алла Субхана тағала. Демек қайдан келгеніміз белгілі болды. Қайдан келдік біздер? Біздер Алла Субхана ва тағаланың сол жаратқан Адам алейхиссалам мен Хауа анамыздың ұрпақтары екенбіз. Алла бізді топырақтан жаратқан жоқ. Адам пайғамбар топырақтан жаратты. Ал бізді Құран кәрімде екінші аятта айтады, сендер атқып шыққан судан жаратылдыңдар дейді. Адам алейхиссалам атқып шыққан судан жаратылған жоқ. Адам алейхиссалам әкесі де жоқ, шешесі де жоқ. Алла Субхана тағала оны осылай сол көрінісінде оны топырақтан жаратты. Ал біздер сол аталарымызбен жиналып бара берсек, жоғарыға қарай кімге барамыз? Сол Адам алейхиссаламға барады екенбіз. Демек қайдан келгеніміз белгілі болды. Біздің дініміз ғана осыны баяндап бере алады. Қайдан шыққаныңызды сіздің? Бауырлар, мынау кеше 70 жыл атеистік уақытта біз қазақ халқы атеист болып кеткен жоқ елдің бәрі. Сол коммунист болып, сол значок тағып жүрген ағаларымыз қазір айтып жатыр. Ойламаңдар біздер дейді. Біз сол кезде сондай
заман болды, сонда значок тағуға мәжбүр болдық, бірақ жүрегімізге ешкім кіріп шыққан жоқ қой біздің дейді. Біз жүрегімізден Құдайды бір деп жүрдік қой дейді. Бітті, мұсылман олар. Солар не істеді? Кейінгі ұрпақтарына, құлақтарына сыбырлап болса да айтып отырды, үйде тәрбие берді. Кеше біз тәуелсіздікке жеткен кезде, ешқандай дінге еліктеген жоқпыз. Сол пайғамбар алейхиссаламмен келе жатқан классикалық ислам бізге жетіп келе салды. Өйткені біздің түбімізде сол анамыздың омырауынан келген сүт арқылы да бізге дін кіріп жатты, субханалла. Енді бауырлар, жаңағыдай мәселеде демек мәселелер бар екен, біз оны не істейік, айтып жүрейік. Сол балаларымызға айтып қойып, сенің ана кітабыңда келген дінді айтайын саған қандай екен, біздің дініміз айтайық қандай екен деп кішкене болса салыстырып айтайық, бауырлар. Ол бала да түсінеді. Алланың хақ дін, Алла тағала кез келген жүрекке оны ұғымды қылып қояды деген. Бізге жеткізу ол момындарға пайда береді дейді Алла тағала Құран кәрімде. Аз-зикру янфау лил муъминин. Ескертіңдер дейді. Ескерткен кезде бүткіл адамға ескерте береміз. Балаларға ескертеміз, көршіге ескертіңіз, үлкенге ескертіңіз, жасқа ескертіңіз. Ескерту міндетті түрде момын адамдарға пайда береді деді. Бауырлар, біздің дініміз екінші айырмашылығы не екен? Біздің дініміз адамның әуелгі басынан бастап соңында және қайда баратындығын баяндап береді деді. Баяндап береді. Алла тағала екінші аятта, Таха сүресінің 55-ші аятында, «Минха халақнакум ва фиха нуидукум ва минха нухрижукум тарatan ухра». Сол Адам алейхиссаламды сендер ұрпақтарымен қосылып сол топырақтан негіздерің сояқтан болды сендердің, яғни топырақтан жаралды Адам алейхиссалам, біз оның ұрпағымыз. Және сендер сол топыраққа қайттан қайтарыласыңдар. Бұл енді біздің қабір әлеміміз, енді бұл барзақ әлемі. «Ва минха нухрижукум тарatan ухра». Және екінші мәрте қайтадан сендер сол қабірден тіріліп шығарыласыңдар. Бұл енді тірілу әлемі уже. Бақсы дейміз ғой. Тірілу әлеміне кеткен, үшінші әлемге кетеміз ары қарай уже. Өткен қазір осы әлемді бір әлем деп есептеңіз. Одан кейін барзақ әлемі бар, қабір әлемі. Одан кейін үшінші қандай әлем? Бақсы. Қайта тірілу әлемі. Мына аятта Алла субхана тағала осының үшеуінде жауабын берді. Қайдан келгенімізді және не үшін келгенімізді басқа аятта айтады. Не үшін келдік десін дейді? «Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун» деген аятта кейбір ғұламалар жындар мен адамдарды өзіме құлшылық жасау үшін жаратқан деп тәпсірлесе, екінші бір ғұламалар жындар мен адамдарды сынау үшін жараттым деп тәпсірлеген. Демек, Алланы тану үшін келіптік, Аллаға құл болу және сыналады екенбіз. Жындар да сыналады екен, адамдар да сыналады екен. Сыналасыз. Өміріміздің бәрі сынақтан тұрады, бауырлар. Бір сынақтан құтылсаңыз не болады? Екінші сынақ келеді. Ол сынақтан әрең құтылсаңыз, үшінші сынақ келеді. Одан құтылсаңыз, төртінші сынақ келеді. Осылай өмірінің соңына шейін сынақ таусылмайды. Абу-Лайс Самарқанди деген ғалым кітабында айтады, 40 тәуліктің ішінде саған бір сынақ келмесе, Алланың алдында сенде ешқандай қайыр жоқ дейді. Яғни 40 сутканың ішінде сен ауырған жоқсың. Не машинеңнің баллон жарылмады, не үйде әйеліңмен ұрыспадың, не бастығыңмен сөзге келіп қалмадың. Яғни бәрі нормально кетіп жатыр. Бәрі орнымен қалыпты кетіп жатыр. 40 тәулікке осылай жалғасса не дейді? Біл, сен Алланың алдында ешқандай бір қайыр болып жатқан жоқ сенде дейді. Демек, бір нәрсе бар сенде. Сахабалар оларға сынақ келмеген кезде уайымдап кетеді екен. Алла мені ескерусіз қалдырып қойды ма деп. Сынақ келген кезде қуанады екен солар. Альхамдулилля, Алла мені ескерді. Алла Тағала өзінің сүйген құлдарына сынақ береді деп айтқан пайғамбар алейхиссалам. Бауырлар, әрине біз ешкімге ешнәрсе тілемейміз. Бірақ Алла сүйген құлдарына ғана сынақ береді деді. Кейде бізде қазір сондай нәрсеге кетіп қалған секілдіміз, кейде сұрақ қояды. Неге мені сынайды Алла дейді. Алла маған намаз оқы деді, мен оқып жатырмын дейді. Кеше қыстық күнде қиналып оразасын ұстап бердім дейді. Өткенде садақасын бердім дейді. Мен бәрін істеп жатырмын дейді. Лабағатта мешітке сабаққа келіп жатырмын оған дейді. Еще тағы мені сынап жатыр дейді. Оған салса сынамау керек та оны ше. Айналайын, сен өзің Аллаға жағынып жатсың ғой онда. Сен Аллаға жақындаған сайын сынағың күшейеді сенің. Адамдардың ішіндегі ең Алланың сүйіктісі кімдер еді? Пайғамбарлар. Пайғамбарлардың ішіндегі ең сүйіктісі кім? Мұхаммед алейхиссалам. Ал Мұхаммед алейхиссалам секілді ешкім сыналған емес, сыналмайды да. Пайғамбар алейхиссаламның бүткіл өмірдегі адамзаттың проблемасы бір өзінің басында болды. Тірі кезінде балаларын топырақ салды Расул алейхиссалам, тірі кезінде әйелі қайтыс болды, әкесінен жетім болып туылды, 6 жасында анасынан айырылды, өзінің туып өскен елі қуып шықты Расул алейхиссалам, тас боран қылып, денесін қанын ағызып. Өте қиын болды Расул алейхиссаламға. Бәріміздің басымыздағы проблема пайғамбардың бір өзінде болған.
Неге? Өйткені Алланың ең сүйіктісі сол. Аллаға жақындаған сайын сіздің сынағыңыз күшейеді. Соны біліп қойыңыз. Алладан алыстаған сайын саған сынақ келмейді. Өйткені Фирғауынға ешқандай не келмеген. Өмірінде ауырмаған екен. Өмірінде балон жарылмаған машинесін. Өмірінде әйелімен ұрыспаған. О да бәрі жақсы болған екен. Фирғауын да. Сол Фирғауын соған даңдайынсып кетіп, ана Раббукум ла'ала деп айтқан. Значит, мен сендерге қарағанда мен көп артықшылығым бар. Демек, мен сендердің құдайларың деп жүрген сол ше. Маған бүгіннен бастап табылыңдар. Кім мен табынбаса, жандарыңды суырып аламын деп адамдарды осында әңгіме айтқан. Алланың ең сүйіксіз адамдары сондай болып алыстаған сайын оған сынақ келмейді. Ол ескерусіз қалып қойды ол адам. Ал Аллаға жақындаған сайын не болады сізде? Сынақ болады. Құлшылыққа күшейген сайын, дәріске келіп тақуалығыңыз күшейген сайын сіздің неңіз не болады? Сынағыңыз қатты болады. Оны ғұламдар тұзға теңейді. Тамақта свежий қойдың етін алып келдің. Бәрін жаңадан алып келіп, әдемі бір тамақ сорпама жасап жатсыз дейді, бірақ тұз жоқ. Тұз ғана нені кіргізеді? Дәмін кіргізеді. Дәл сол секілді сенің өміріңнің құлшылықтың мәнін сынақ қана кіргізеді. Сен сынақ келгенде барып құлшылығың рахатын сезесің. Алхамдулилlah, осы намазым ұстап қалды мен дейді. Құдай сақтап қалды кеше дейді. Кеше осындай сөздер бар. Құдай сақтап қалды мені, намазым арқылы мен тұрып қалдым дейді. Субхан, намаз оқымағанда Құдай біледі мен не болып кетер едім дейтін адамдар сөз естіп қаламыз кейде. Басыма үлкен бір қиыншылық келді, сабырлы болдым. Өткен имам айтқан сөз есіме түсіп кетті де, алхамдулилlah, құлшылығым арқасында адам болып жүрмін ғой деп айтамыз. Сол сынақ арқылы сіз өзіңіздің құлшылығыңыздың рахатын біліп жатсыз. Соған сізге қаншалықты керек екендігін ана тұз, ащы ғой негізінде. Ащы тұз тамаққа қандай дәм берген секілді, Алланың сынағы да сіздің өміріңізге, құлшылығыңызға не береді? Сондай бір берекет, сондай бір рахатты кіргізіп береді екен. Демек, бауырлар, бірінші ерекшелігіміз не болды? Біздің сиынып келе жатқан дініміз, Алланың діні, бұл Алла тарапынан түскен дін. Екіншісі, біздің қайдан келгенімізді, не үшін келгенімізді, қайда баратынымызды біздің дініміз ғана баяндап бере алады. Ал басқа діндерден сұрап көрсеңіздер болады. Достарыңыз бар ма? Қалада? Сұраңыздар. Осы жақында ғана бір өңірде, атын айтпай қойын, қай жерде екен, футбол ойын болды. Футбол. Сол жерде бірнеше командалар болған. Кейін артынан естіп жағамды ұстадым. Буддистер командасы келген, кришнаиттер командасы келген, бірдеңелер, енді Құдай сақтасын, не бір командалар келіп, футбол болды. Оның ішінде жамағат, мешіттің жамағаттары да бар. Соны бір мен екіні мешіттің жамағаты алыпты, үшінші орында сол біреулер алып жатыр. Білмеймін қайсысы алғанын. Енді бір қызығы, сол басқа сектанттан бәрі қазақтың балалары. Будда болып жүргенде, кришна болып жүргенде, тағы бірдеңе болып жүргенде қазақтың балалары. Қазір күнде болып жатқан нәрсе айтатын. Ары барса 2-7 кешегі артымызда 2-7 алдың осы ойын болды. Бір өңірде. Кезде ойлап қаламыз ғой, жаңағыдай Будда десе қытайлықтар ма, кімдер олар деп. Жоқ, өйтіп ойлап қалмаңыз, қазақтар екен. Кришна айтты, кімдер ол деп ойлап қалмаңыз, қазақтың балалары. Өзімізден ішімізден шығып жатқан. Не үшін? Өйткені ол өзінің ұстанып кеткен дін білмей тұрған балалар. Өзінің қияметке шейін тұратын үлкен, Алланың берген үлкен нығмет діні бар, оның қадірін білмей тұрған балалар. Ол Алланың берген тентебеніне қызық кіріп кеткен шығар дініне мүмкін, білмеймін ғой. Мүмкін олар ұйымдасып бір жұмыс тауып берген шығар оған, үй соғып берген шығар, көлігін алып берген шығар. Бірақ оның бәрі жай болып қалады. Оның бәрі жай нәрсе. Ол дінге өтпесе де оған сол мәшіне келетін еді негізінде. Өйткені біз тағдырға иман келтірдік, дұрыс па? Жақсылық, жамандық Алладан. Ойламаңыз, мысалға бір көлік мініп жүрген болсаңыз, мен осы жұмысқа тұрғандықтан ғана көлік алдым деп ойлап қалмаңыз. Сіз кез келген жұмысты істегеніңізде сіз көлікті мінетін едіңіз. Сіздің тағдырыңызда сонда нығметтер бар. Қазақта сөз бар ғой, тұз дамы бітіпті дейді ғой адамның. Яғни сол нығметті көрмейінше сен өлмейсің өмірден, өтпейсің. Бірақ адамдар кейде асығамыз. Ол ойлап тұр, сол нәрсеге өтсем, сол бақыт деп ойлап тұр. Жоқ, біздің дініміз ешқандай олмен салыстыруға келмейді әрине. Бірақ заман сондайға жеткендіктен ғана ғұламалар осындай жазуға мәжбүр болып айтылып жатқан сөздер. Үшінші ерекшелігіміз біздің дініміздің басқалардан аннаху динул фитра фала ятанафи маха. Біздің дініміз бұл адамның фитратында келген дін. Фитрат деген не? Адамның табиғаты. Біздің дінімізде не нәрсені бұйырған болса,
адамның табиғатына салып қарасаңыз дұрыс қой деп айтасыз. Біздің дінімізде бір нәрсені жаман деп соны балағаттаған болса, соны адамның табиғатына салып қарасаңызды, дұрыс емес қой деп айтасыз. Мысалға айтайық. Мысалға, шын сөйлеу, өтірік сөйлемеу, дінді араластырмағанның өзінде адамдық тұрғыдан алған кезде елдің бәрі қолдайды. Шын сөйлеу, дұрыс па, дұрыс емес пе деп қазір интернетке жазсаңыз, мысалға, мұсылманы болсын, мұсылман емесі болсын, бәрі 100% рас сөйлеу керек қой деген нәрсені қолдайды. Біздің дініміз соны қолдайды. Біздің дінімізде рас сөйле дейді. Шыншылдармен бірге бол дейді. Алла Тағала Құран кәрімде шыншылдарды мақтаған, сыддықтарды. Пайғамбар айтқан, менің үмбетім өтірік сөйлегендер менің үмбетім емес деп қаралаған. Сөйлеме өтірік дейді. Сөйлейсің ба, ақиқатты айт. Қалай болған жағдайда сен ақиқатты айтуға міндеттісің. Өтірік сөйлеуге ешқандай орын жоқ. Ал басқа діндерде ол не емес. Ол жеріне жауап бере алмайды. Олардың діндерінде адамның фитратында жоқ нәрсе істеп жатыр. Мысалға, еркекмен еркек үйлену, әйелмен әйел үйлену мәселесі. Адам фитратында бар нәрсе ме осы? Дінді араластырмағанның өзінде. Бұлай адам тұрғыдан қараңызшы. Нұржан мен Сәбит үйленіп жатыр. Маржан мен Сәуле үйленіп жатыр. Тойына барып қайтып көрген солардың. Барамыз ба тойына? Тойына бару былай тұрсын, атын естіген кезде жеркеніп кетесің. Қалай Нұржан мен Сәбит үйленеді? Қалай ол дейсің? Сіз дінді араластырмағанның өзінде сіздің табиғатыңыз қабылдамайды ол нәрсені. Бірақ олар соны істеп жатыр ма? Істеп жатыр. Басқа нәрселер. Ал біздің дінімізде жаңа айтылғандай Алла Тағала бір нәрсені бұйырған болса, сіз оны табиғатыңызбен қолдайсыз. Дұрыс нәрсе ғой деп айтасыз. Зина істеме деп айтты ма? Зина істемеуді елдің бәрі қорғайды. Дұрыс қой, зина істемеу керек қой деп айтасыз. Немесе бір ер адам неше әйел ала алады деді Құран кәрімде? 4 әйел алсын деді. Шамасы келсе деді, әрине әділдік қыла алса деді. Мысалға, оны адамдық табиғаттан алып қараған кезде ол адамның табиғатында бар нәрсе екен. Шынымен? Ал өткен жылы мына көрші мемлекеттің біреулер, көрші мемлекет, айдахарлар, олар бір әйел адам бірнеше байға тұрмысқа шыға алады деген заң қабылдады. Бүгін екінші байына барып келсе, бірінші бай қайда жүрсің? Неге оған бардың десе, сөйтіп әйел оны сотқа берсе, ана сотта жібере алады. Заң шықты сондай. Бір әйел бірнеше байға тұрмысқа шығуға хақысы бар. Енді осы адамның фитратына салып көріңіз. Табиғатқа салып көр. Жалпы адамның табиғаты болмысы қабылдайсың ба сен? Дінді араластырмағанның өзінде қабылдамайсыз. Ал бір еркектің бірнеше әйел болып қабылдайсың ба, қабылдамайсың ба? Қабылдайсың. Ауылдағы бір үйір жылқында бір айғыры бар деп айтасың ғой, дұрыс па? Үйімдегі атеш құрлы болмадым деп айтасың ғой, Менің ауламда бір атештің бір тауығы жоқ, бірнеше тауығы бар деп айтасың. Атеш молодец, ұрпағын көбейтіп жатыр деп айтасың. Бірақ бір тауықтың бірнеше атеші болсыншы, не деп айтасың? Ауылда қаңғып жүреді ғой, ұрғаш иттер. Бірнеше еркек иттермен. Не деп айтады соны? Жаман сөз бар сіз жерде. Айтпай қойын. Оңмаған дейді. Көрші ауылдың бәрін күйеу алып біттік қой біз дейді. Адамның фитратында бар нәрсе ол. Өткен сен қабылдай алмайсың. Ана ұрғаш иттің көп итпен жүргеніне ауылда ит ол негізінде. Хайван. Соны қабылдай алмайсың. Оңбаған дейсің. Ал атешің бірнеше тауықпен жүрген кезде не деп айтасың? Біздің атешің дейсің. Молодец дейсің. Қарамын. Адам фитратында бар ма, жоқ па? Бар. Демек біздің дініміз сондай екен, басқа діндердің ерекшелігіміз бұл адамның табиғатына сай келген дін екен. Рум сүресінің 30-шы аятында айтады: "Фитраталлахи фатраннаса алейха". Алла айтады, адамдардың фитратында, яғни табиғатында бар нәрсемен Алла Тағала осы дінді сендерге жіберді. Біздің табиғатымызға сай құрылған дін. Сіз оны қабылдай аласыз. Қиын емес. Мысалға, арақтың үкімі қалай? Егер арақта, Құдай сақтасын, егер мұбақ рұқсат етілген кезде біз бәріміз қаралайтын едік. Осы атошкір нағып осын мұбақ қылды екен осын. Осы нағып сөйтті екен деп айтасыз. Мысалға да, дініміз, біздің дініміз арақты ішіңдер деп айтса, біз бәріміз табиғатымыз қабылдай алмайтын еді сол нәрсені. Нағып осы бәрі әдем болып келді де, осы жер сөйте сәл. Қалай ол? Ішіп алып, ажырасып жатыр отбасылар. Тірі жетімдер қалып жатыр балалар. Төбелесіп жатыр, адамдар қылмысқа барып жатыр. Осы жерін сәл турламап тұр, бәріміз ақыл айтып кетер еді дінге отырып алып. Арақ харам деген
кескінді аят бар Құран кәрімде. Алла тағала соған үшін адамдар дайындап барды 3 сатымен. Соңғы кезеңінде энамал хамр уал майсир деп аят басталады. Бұл не? Харам болды сол аят түсінумен. Табиғат қабылдай ма? Иә, қабылдайды. Енді дәл осы арақтың харам екендігін кез келген діндерден барып сұрасаң, олар да қолын көтеріп сізді қолдайды. Дұрыс қой, негізі ішпеу керек қой дейді. Ішпеу керек қой дейді. Бірақ олар діннің атынан сөйлей алмайды. Өзінің табиғатымен ғана сізге жауап беруі мүмкін. Ал сіз діннің атымен жауап бере аласыз. Бізде ашық аят бар деп айтасыз. Құран кәрімде осы арақтың харам екендігі жайында ашық аят бар менің дінімде. Міне дәлелім мынау деп Құранды көрсетіп бере аласыз. Бұл нешінші ерекшелігіміз? Үшінші ерекшелігіміз. Демек басынан қайталап отырайық. Ренжімеңіздер, біз осылай оқытқан сіздеріміз. Естен шығып қалмау үшін бірінші ерекшелігіміз не болды? Ау? Алла тарапынан. Алла субхана ва тағала тарапынан түскен дінде келе жатырмыз, алхамдулилля. Екінші? Қайдан келгенімізді, не үшін келгенімізді, қайда баратынымыз, жолымыз айқын, Аллаға шүкір. Ешқандай бір бұлыңғыр тұманның ішінде келе жатқан жоқпыз. Белгілі, бәрі айдай айқын болып тұр. Үшіншісі, біздің дініміз адамның табиғатына сай келген дінде жүрміз. Дінімізде ешқандай қарама-қайшылық, мынау тәнімізбен ерегісіп қалатын дінге келе жатқан жоқпыз. Келмейді маған мынау, ұнамай жатыр маған деп айтпайсыз. Кез келген сол дінге келе алмай жатқан адамдардың өзі айтқан кезде бастары салбырап, тіпті намазға келе алмай жатқан адамдардың өзі бастары салбырап, Құдай қаласа бізден келетін ойымыз бар ғой енді, Құдай қаласа. Ниет бар ғой деп қояды, дұрыс па? Сол ниет деп айтқан табиғаты оны мойындатып сол сөзді аузына айтқыздырады. Оған сәл бір ілік табан десе іліп алып кеткісі келіп тұр негізінде. Оған да оңай болып тұрған жоқ, сізден жеңіліп қалып ана жерде. Өзің ішіп жатқанын, аяқ астын таптап тастадың ғой сен. Оған да оңай болып тұрған жоқ. Бірақ оның табиғаты оны соны тұншықтырып аузынан шығарады. Ниет бар ғой енді дейді. Сен сияқты намаз оқымасам да ойым бар, Құдай қаласа. Ниет бар иншалла деп қояды. Сізде соңында жет бауырым деп пайғамбар дұғасын айтып қоямыз сол кезде. Пайғамбар солай дұға қылатын болған. Алла сізді соңында жеткізсін деп айтқан. Біреулер сияқты айтып кетпеңіздер, гарантияң бар ма соңында жетуге? Қандай нең бар? Субханалла, кім біледі, кім жоқ, ертең бар, кім жоқ. Кейде сондай сөздер айтылады. Үйтіп айтуға хақыңыз жоқ. Пайғамбар үйтіп айтқан емес. Расул алейхиссалам оларға айтатын еді, олар жаңағыдай сөз айтқан кезде не деп айтатын пайғамбар алейхиссалам? Алла сізді соңында жеткізсін иншалла деп айтатын болған. Дұға қылып қой иншалла. Алла соған жеткізсін. Алланың рахматын кең ғой, сен оны қызғанба. Алланың мейірімі шексіз. Алла бәрімізге беріп жатқан. Сол бауырыңызға сол сөзіне де рахмет айтып, иншалла арғап және қызықтырып қойыңыз. Төртінші ерекшелігіміз аннаху я'тани бил ақл ва я'мур би тафаккури ва язуммул жахл ва тақлил ама вал ғафлат ан тафкирил салим. Төртінші, біздің дініміздің басқа діндерден, жаңа айтып кеттім, басқа діндер деп айтатын деңгейге жеттік, субханалла. Діндер емес негізінде олар. Бірақ олар да өздерін дін деп айтып тұрғандықтан айтып жатқан терминдер әрине. Және айтамыз, жаңағыдай дін деп айтатындай нәрседе жүрген жоқ олар. Біз өзіміздің оларға паш еткіміз келеді, қандай дінде келе жатқанымызды. Төртінші айырмашылығымыз, ерекшелігіміз, біздің дініміз мынау ақылға қарсы шықпайтын дінде келе жатырмыз. Ақылымыз бар ғой, ақыл парасатымыз бар біздің де. Осы ақыл парасатымызға қарсы келмейтін дінде келе жатырмыз. Және сонымен бірге мынау надандық деген нәрсеге қарсы келетін, оны айыппайтын дінде келе жатырмыз дейді. Мынау ертең ақыретте бауырлар, жаңағы ит деген кезде, атеш дегенде күліп жатырмыз ғой. Бірақ ертең ақыретте соларға қызығатын қауымдар бар. Олар ертең ақыретте ешқандай азапталмайды олар. Осы өмірде қандай шахуатқа беріліп бір сондай нәрсені істеген болса да, бір-біріне жауыздық қылған болса да, олар есеп бермейді Алланың алдында. Есеп, хисап алынбайды олардан. Не үшін? Өйткені оларға ақыл, парасат Алла берген емес. Біз сұраламыз. Біз есеп, хисап беретін біздер негізінде. Адамдар мен жындар есеп береді. Не үшін? Өйткені Алла Тағала бізге олардың берген шахуатымен қосып, бізге ақыл, парасат берген. Сол ақыл, парасатымыз арқылы қарбыздың ішіндегі жақсысын жеп, қабын оларға лақтырып жатырмыз. Олар ақыл, парасат болмағандықтан сіздің берген сол жұғындығыңызға разы болып жатыр. Ой, рахаттанып жеп алады соны. Біліп тұрған жоқ, бірақ сізден қалып кеткен жұғын деген білмейді ол. Білсе, сізден бірінші ішін жеп алатын еді. Ол сізге әңгіме айтатын еді. Сен де ішіндегісін бәрін жеп алып, өзіме маған шірген беріп жатсың сен. Сонша еңбек еттім саған азырдан бері, шөбің шауып, суыңды тасып бердім, қанша қызмет көрсеттім саған. Рахметің осы ма десе, ұялып қаламыз ғой,
ой ренжіме, ертең жақсылап асыңды беремен, ренжіме деп айта алмайды олар. Өйткені ақыл парасаты болмағандықтан. Біз бәленің бәрін біліп тұрамыз, сол үшін көп нәрсеге барып қоямыз. Қара, біздің дініміз сондай екен, ақылға неге не істемейді, қарсы келмейтін дінде келе жатырмыз. Және жаңадай надандыққа қарсы келетін дінде келе жатырмыз. Бұл жайында Алла Тағала Зумар сүресінің 9 аятында айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Қул хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун иннама ятазаккару улул албаб. Оларға айт, білетіндер мен білетіндер тең бе деп олардан сұрашы дейді. Әрине тең емес, білетіндер озат болғандар солар дейді. Білетіндер мен білмейтіндер озат тең емес екен. Білетіндер ғана озат. Ал біздің дінімізде ғана осы білімге, надандықпен күресуге, ақиқатсыздықпен күресуге біздің дініміз ғана бұйырады. Ал басқа дін сымақтардың ондай нәрсе айтылмайды оларда. Біліміңді шыңда, білім ал деп айтса, олардың өздерінің көп жері ашылып қалайын деп тұр ғой. Сол үшін олар көп білімге неттілмейді. Осылай сый-той болып жүре берсен дейді. Керек болса, мынау сол сый-той болып жүрген діндерде оларға сұрақ қойылмайды екен. Қазір Алла қаласа соңында сұрақ қоясыздар ғой жан-жақтан. Оларға сұрақ қойуға болмайды. Сұрақ қойсаң святой болмай қаласың сен. Сұрасаңыздар болады. Көзіңді тарс жұмып алып, айтқанын істей беруің керек. Свечка жақ десе жағуың керек, үфір өшір десе өшіруің керек, суға басыңды тық десе тығуың керек, шешім тастап сол суға шомылып ал десе шомылып алуың керек. Не айтса істей беруің керек. Не үшін десең сен сөзден қуып жібереді. Екінші кіргізбей қояды сізді. Кет бар дейді. Сен дейді біздің неге сенбейсің ба не сен дейді. Сенде не күмән бар ма не жүрегіңде дейді. Сен осындай сый-той болу үшін не сұрақ қоймау керек дейді. Не айтам соны істеуім керек. Бітті. Ал біздің дінімізде ше? Біздің дінімізде көп сұрағымыз бар. Сұрақтар бар бізде. Алхамдулилlah, біздің дінімізде ешқандай сұрақ белгісінде қалып кеткен мәселенің өзі жоқ. Жауап тек қана дінімізде. Міне өткен жылы мынау Астанада бір бауырымыз, қазір бауырымыз болды алхамдулилlah, сол жігіт дінді қабылдады. Мен одан сұрадым. Бауырым, сен дін қабылдауға не себеп болды? Әрине Алладан ғой, бірақ соны айтшы дедім де маған. Ол айтады: Қабеке дейді, мен өмір бойы менде көп сұрақ болды дейді. Сол мен христианда болдым дейді, Будда дінінде көрдім, бәрін көріп зерттедім дейді. Жауаптарын таппадым дейді. Мен сонша өмірдің бойы жинаған сұрағымның жауабын мен діннен таптым, исламнан таптым дейді. 2-7-тен кейін ба әйел дінді қабылдады. Сол осындай салыстырмалы түрде үйіне барып әйеліне дәлелдеп берді. Біздің ұстанып келе жатқан дініміз дін емес екен ғой ол. Міне классикалық дінді қарашы, исламды қара, субханалла. Бүткіл сұрағыңа жауап беріп жатқан Құранды қара. Пайғамбар алейхиссаламның сүннет хадисін қара. Деп соның бәрін алдына жайып беріп әйеліне түсіндірген. 2-7-тен кейін әйелді ақиқатты түсініп дінді қабылдады. Бауырлар. Өйткені жаңа айтылғандай біздің дініміз ақылға қарсы келмейді. Шариғатымызда білімге нұсқайды сізді. Надандықпен күресуге бұйырады. Және кез келген нәрсені ақылмен, парасатпен қарауға бұйырады сізге. Ақылмен қарау керек. Бір өңірде бір бауырымыз бір христиан діндегі жүрген жігітті алып келді өңірде. Сөйтіп осында дәрістен кейін маған айтты: ұстаз, мына жігіт қазір дінді қабылдайын деп келді деді. Соны бір-екі ауыз уағызыңызды айтсаңыз, артынан сол бәріміз куәгер болсақ деп жаңа жігітті алып келді. Кейін және сол қатысты жалпы осы дін жайында бірнеше мәселе уағыз айттым ары қарай. Кейін жаңа жігіт соңында дінді қабылдамады. Кейін мен сұрадым одан: сен не үшін исламды қабылдамадың дегенім, ол жігіт тұрды да мен деді, өткенде сіздің айтып тұрған сөзіңізді қарасам, оказывается исламның өзінде бірнеше тармаққа бөлінетін секілдістер ғой сіздер деді. Мен анықтайын бірінші деді. Қайсысы истина екенін мен анықтап алайын деді. Сосын сол истинадағы ислам қабылдаймын деді. Өйткені соның алдында салафиттер уағыз айтқан екен да, оған ше. Өздерінің версиясын пиғат еткен ғой оған. Ол соны ойлап келген менің алдыма. Сөйтті де менің алдымда ол басқа нәрсені тыңдады ғой. Сөйтті де ол өзі ақылымен бәрін салыстырып жатыр кәдімгідей. Сөйтті де мен қазір байқаймын, исламда что-то сіздер араларыңызда не бар сияқты деді. Әрқайсыңыз әртүрлі айттыңыздар деді. Мен анықтап алайын, содан кейін барып қайсысы тура жолда исламды анықтайын, соны мен қабылдаймын деді. Кейін жігіттерге айттым: бауырлар дедім, мына жігітті Құдай айдап келді ішіңдеріңе, қараңдар дедім. Негізінде адам осындай болу керек. Біреу бірдеңе айтып лағып кете бермеңдер. Анықтау керек бірінші. Құран кәрімде аят бар сондай. Біреу сендерге бірдеңе айтса, ол сондай ма, сондай емес па, анықтаңдар деген Құранда аят бар. Біреу бірдеңе айтқан шауып кете бермеңдер дейді Алла Субхана тағала.
оны не істеу керек? Анықтау керек. Қалай анықтайсың? Ақыл парасатыңмен анықтайсың. Салыстырып көресің, тыңдайсың, сұрайсың, мамандарынан сұрап көресің, салыстырып көресің, ақылыңыздың несінен өткізіп көресің, жүрегіңізді тыңдайсыз. Сол арқылы иншалла Алла Тағала сіз ақиқатты іздегендіктен Алла Тағала саған ақиқатты көрсетеді. Өйткені Құранда аят бар, қайсы бір қауым өзін тураламайынша мен оны тураламаймын дейді Алла Тағала. Иә? Сол үшін бауырлар, біздің дініміз сондай дін, иншалла, альхамдулилля. Төртінші ерекшелігіміз не болды, артықшылығымыз? Ақыл, парасат. Қарсы келмейді. Мысалға айтайық. Алла разы болсын, мешітті қазір қарап қуанып қалдым. Жаңа кілем төсепсіздер, машалла. Қабыл болсын, Алла разы болсын. Сол ақылмен қарайтын болсақ, осындай таза кілемді қалайды ма, қаламаймыз ба ақылымызбен? Немесе алдыңғы ескі жыртылып қалған кілем жақсы ма еді? Қайсы жақсы еді? Әрине, ол ескі жыртылып қалған кілем тұрған емес бұл жерде, біріншіден. Мен келіп жүрмін ғой мешітке. Бірақ бұл одан да жақсы кілем кепті да, машалла. Қажетіндерге және ұйымдастырып, сол алып келген жігіттерге Алла разы болсын. Машалла. Өте қуанып қалдым көріп. Бауырлар, біздің дініміз сондай, біз қалып кеткен бір сондай бір дін емес. Бұл қиямет кешінде тұратын бренд дінде келе жатырмыз. Қазір тілмен айтатын болса, қайталанбайтын дін бұл. Сондай бренд, субханалла. Бауырлар, біздің дініміз не емес? Ақылға қарсы келетін дін емес. Керісінше, ақыл қолдаған нәрсені біздің дініміз ішінен сол нәрсе бар болып табылады. Бауырлар, Алла қаласа осындай төртеуін өттік. Алдымыз әлі нешеуі бар? 41 бар, иншалла. Алла амандығын берсе, өтеріміз болашақта, иншалла.